Қазақ Телеком акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының ұлттық телекоммуникациялық компаниясы бола отырып, өндірісі қызметтің барлық кезеңдерінде қауіпсіз жұмыс ортасын құру және қолданушының қызметкерлері мен қоғам алдындағы жауапкершілікті толық түсінеді, және адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтауды өз қызметінің негізгі басымдықтарына жатқызады. Сәлеметсіздер ме? Компания саясатының негізгі мақсаты болып, қайғылы жайттар мен апаттардың алдын алу, жұмысшы өмірі мен денсаулығына келетін қауіпті төмендету, жұмыс орындарында қауіпсіздік шараларын қабылдау, қауіпсіздік және еңбек қорғанысын облысында жұмысшылардың кәсіби деңгейлерін үнемі жоғарылатып отыру, өнеркәсіп және басқа да қауіпсіздіктерді үнемі жақсартып отыру болып табылады. Ең алдымен біз сіздерді негізгі өрт сөндіру қауіпсіздігімен таныстырғымыз келеді. Бұл тек біздің мекеме үшін ғана емес, барлық тәртіп түріне жатпақ. Өрт туындаған жағдайдағы іс-әрекеттер. Барлық ғимараттар өрт қауіпсіздігі құралдарының жиынтығымен жабдықталуы тиіс. Өртке қарсы дабылдатпа, өртке қарсы қалқан, ішкі өрт су құбыры жүйесі, ұнтақты және көмірқышқылды өрт сөндіргіштер. Өрттің алғашқы белгілері кезінде қызметкерлер еш уақытта дүрбелең туғызбаңыз. Бұл туралы 101 телефоны бойынша қаланың өрт күзетіне келесі түрде дереу хабарлаңыз. Нақты мекен жайы, не жанып жатыр, ол қайда жанып жатыр, өрт болған жерге қалай тез жетуге болады, сіздің тегіңіз, телефон нөміріңіз, ғимаратта өзінің орналасқан жерін, жану аймағынан әрі кету және эвакуация жоспарына сәйкес орында жиналу. Басшы өрт орнына келген уақытта өрт туралы хабарламаны қаланың өрт күзетіне қайталап, жоғары тұрған басшылықты хабардар етуге. Адамдардың өміріне қауіп төнген жағдайда қолда бар күштер мен құралдарды пайдалана отырып, оларды құтқаруды дереу ұйымдастыруға. Өрт сөндірумен бір мезгілде мүлікті және басқа да материалдық құндылықтарды құтқару шараларын қабылдауға. Өртке қарсы автоматты қорғау жүйелерінің жұмысқа қосылуын тексеруге. Өрт сөндіруге қатыспайтын барлық жұмыскерлерді қауіпті аймақтан тыс жерге шығаруға. Өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің кездесуін ұйымдастыруға міндетті. Қоғам филиалдарының қызметкерлері жыл сайын оқу сыныптары мен мамандандырылған полигондарда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан және білімін тексеруден өтеді. Қазақ Телеком акционерлік қоғамының қызметкерлері санитарлық тұрмыстық үй-жайлармен қамтамасыз етіледі. Атап айтқанда, арнайы киім мен арнайы аяқ киімді сақтауға арналған киім ілетін орындар, киім мен аяқ киімге арналған кептіргіштер, себезгі бөлмелерімен, санитариялық тораптармен және тамақ ішуге және демалуға арналған бөлмелермен, арнайы киімді және арнайы қорғаныш аяқ киімді сақтауға арналған киім ілетін орындар ілгіштері, орындықтары және аяқ киімге арналған тұғырлары бар жабық шкафтармен жабдықталуға тиіс. Өндірістік және зиянды факторлардан қорғау үшін жұмыскерлер жеке басын қорғау құралымен, арнайы киіммен, есту органдарды жеке қорғау құралдарымен, көру органдарын жеке қорғау құралдарымен, қолды жеке қорғау құралдарымен, аяқты жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етіледі. Қауіптілігі жоғары жұмыстарды бастар алдында 2 дана наряд рұқсат рәсімделуі тиіс. Наряд рұқсат бланкісі қолданыстағы ережелерге сәйкес дұрыс және нақты толтырылуы тиіс. Наряд рұқсатты рәсімдеу кезінде жұмысшылар мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыс жүргізу кезіндегі барлық ықтимал тәуекелдер мен қауіптер туралы жеткізумен мақсатты нұсқама жүргізіледі. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқудан және білімін тексеруден өтпеген қызметкерлер, немесе еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша білімін тексеруді оқудан өткен туралы куәлігі болмаған жағдайда қызметкер жұмысқа жіберілмейді. Құрал саймандардың, сондай-ақ жеке қорғаныс құралдары мен айла бұйымдардың жинақтылығы мен жарамдылығы тексеріледі. Сыналмаған немесе жарамсыз құрал саймандарға, жеке қорғану құралдарға және қолдануға арналған құрылғыларға мүлдем жол берілмейді. Қызметтік көлік құралының әрбір жүргізушісі жұмыс басталар алдында ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтеді.
Жолға шығар алдында қызметтік көлікті механикалық қозғалыстың қауіпсіздігіне сәйкестігін тексереді. Атап айтқанда, тежегіш жүйесінің ақаусыздығы, рульдік басқару, жарықтандыру және габариттік оттары, шыны тазалағыш, шиналардың тұтастығы, дыбыстық сигнал. Қызметтік көлік құралдары медициналық қобдишамен, өрт сөндіргішпен, авариялық белгімен жабдықталуы тиіс. Көрсетілген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін қызметтік көлік құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін қызметкерлер материалдарды, құралдарды қызметтік көлікке жүктейді. Әуе байланыс желісінің учаскесі қауіпті қиылыстар мен байланыс желілерінің болуына, сондай-ақ байланыс желілерінің жанында бөгде ұйымдардың жүк көтергіш және жер қазғыш механизмдерін пайдалана отырып жұмыс жүргізудің болмауына жұмыс басталар алдында көзбен шолып тексеріледі. Электр беру желілері мен байланыс желісінің қауіпті қиылыстарының тізімімен, электр беру желілерінің тіректеріндегі байланыс желісінің бірлескен аспасымен, сондай-ақ авариялық тіректер мен темір-бетон приставтардың тізімімен жұмыскерлер қол қойғызып танысуы тиіс. Барлық жұмыс түрлерін жүргізуге тыйым салынады. Электр беру желілерінен бірге ілінетін әуе байланыс желілерінде 1000 вольтқа дейінгі электр беру желілерімен байланыс желісінің қиылыстарында габаритті 1,25 метр кем бұзылған кезде, 1000 вольттан жоғары электр беру желілерімен байланыстың әуе желілерінің қиылыстарында, әуе байланыс желісінің көлденең учаскелерінде электр беру желілерінің желілерімен 2 метрден кем қауіпті жақындасу кезінде, әуе желісінің тірегінде электр қуатымен жұмыс істейтін сымдар мен розеткалар, жарнамалық қалқандар, белгілер және тағы басқалары болған жағдайда жұмыс жүргізуге тыйым салынады. Электр монтері тіректің жерге тұйықтау өткізгішінде бөгде кернеудің болмауын, тіректердің сенімділігі мен механикалық беріктігін, сондай-ақ темір-бетон приставтарын байланыстың әуе желісінде жұмыс басталар алдында тексереді. Жерге өткізгіштерде бөгде кернеудің болмауы кернеу индикаторымен тексеріледі. Тірек авариялық болып саналады. Егер тексеру кезінде темір-бетон приставы немесе темір-бетон тіреуі бүлінген және жарықтар, чиптер, арматура көрінгенде, бандаждардың, дәнекерленген жіктердің, болтты және тойтармалық қосылыстардың бүтіндігінің бұзылуы, металл элементтерінің үзілуі, металл коррозиясы, темір-бетонды приставтағы тірекке бекіту бандажы, бос және шайқау тірегі бандажда еркін ілінеді. Темір-бетонды приставтағы тірекке бекіту бандажы зақымдалған, қолдау тігінен ауытқиды, ағаш тіректердің ыдырауы, ағаш бөлшектердің кеуі және бөлшектенуі, авариялық тіректерде жұмыс жүргізуге тыйым салынады. Көтеру биіктігінен тәуелсіз тірекке көтеру және жұмыс істеу тірекке сақтандыру белдігін ілмектермен бекіткеннен және тырнақтарды тұрақты жағдайда нығайтқаннан кейін жүргізіледі. Тірекке монтерлық тырнақтарсыз және сақтандыру белдігінсіз бір мезгілде 2 жұмыскерге қосалқы сатыны немесе басқышты пайдалана отырып көтерілуге және жұмыс істеуге тыйым салынады. Желдің жылдамдығы 15 метр секунд және одан жоғары, қарлы боран кезінде, найзағай немесе жаңбыр кезінде, ауа температурасы шекті нормалардан төмен болған кезде, нашар көрінген кезде және басқа жағдайларда әуе байланыс желісінде жұмыстарды орындауға тыйым салынады.
Жұмыс жүргізілетін құдықтардың екі жағына тосқауыл қоршаулар орнатылуы тиіс. Егер құдық жолдың жүріс бөлігінде болса, көлік қозғалысына қарсы көлік құралдарынан кемінде 10-15 метр қашықтықта қорғаныс қоршаулары мен ескерту белгілері орнатылуы тиіс. Құдық люгінің қақпағын ашу түсті металдардан жасалған ұштық пен арнайы ілгекті пайдалану арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Құдық люктерінің қақпақтарын металл аспаптармен ашуға тыйым салынады. Кабельді канализацияда жұмыс басталғанға дейін газ талдағыштың көмегімен қауіпті газдардың бар жоғы тексеріледі. Жарылыс қаупі бар газдардың жоқтығына көз жеткізгеннен кейін құдықта көмір қышқыл газының болуын тексеру қажет. Егер құдықты ашу кезінде онда газ табылмаса, онда қауіпті газдың бар жоғын одан әрі тексеру әр сағат сайын газ талдағышпен жүргізілуі тиіс. Қауіпті газдың шекті рұқсат етілген концентрациясының болуы және асып кетуі жағдайында жерасты құрылыстарындағы жұмыс қауіпті газдың түсу себебі жойылғанға дейін тоқтатылуға тиіс. Жерасты құрылыстарында жарылыс қаупі бар газдың бар екендігі туралы бригада бойынша аға қызметкер филиалдың басшысына және газ шаруашылығының авариялық қызметіне дереу хабарлауы тиіс. Құдықтарда жарылыс қаупі бар газдардың жоқ екендігі анықталғанға дейін сіреңке, темекі, газ жанарғысы және басқа да ашық от көздері бар люкке жақындауға тыйым салынады. Жұмыстар басталғанға дейін аралас құдықтардың қақпақтарын аша отырып, құдықты желдету қажет. Құдықтарды желдету табиғи немесе мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады. Кабельді құдықтарда мәжбүрлі желдету арнайы желдеткішпен жүзеге асырылады. Барлық сақтық шаралар мен арналарды ашу керек, өйткені оларда газ жиналуы мүмкін. Жұмыс жүргізілген уақытта аралас құдықтардың люктері ашық болуы тиіс. Оларға арнайы торлы қақпақтар орнатылады. Құдықта жұмыс жасау үшін қызметкерлер қауіпсіздік белдігін қолдану керек. Сақтандыратын байлам арқанмен жабдықталуы керек. Жерасты қара құрылғыларында, кабельді құдықтарда, коллекторларда, кабельдерді енгізу үй-жайларында және тағы басқа жұмысты кемінде 2 адамнан тұратын топта немесе бригада жүргізуі тиіс. Жұмыс жүргізіліп жатқан құдықтың жанында кезекші болу керек. Оның міндетіне құдықтағы қызметкерлердің жағдайын бақылау керек. Кабельді канализациядағы жұмыстарды тоқтатып, ауа райының келесі өзгерістер кезінде, найзағай және оның жақындауы кезінде, нөсер, су тасқыны кезінде, қарлы құмды боранда, сыртқы ауа температурасы белгіленген нормадан төмен болған кезде, бұл туралы басшыға хабарлау қажет. Аварияларды жою жөніндегі жұмыстар үшін ерекше жағдайлар рұқсат етіледі. Бұл жағдайда жұмыс жүргізуші жұмыс орнына тікелей жақын жерде жылытуға арналған құралдарды беруге міндетті. Өндірістегі әрбір жазатайым оқиға туралы зардап шеккен адам немесе жазатайым оқиғаны көрген адам алғашқы көмек көрсету жөнінде шаралар қабылдауға және жедел жәрдем бригадасын шақыруға, сондай-ақ хабардар ету схемасына сәйкес лауазымды адамдарға хабарласуға тиіс. Компанияның негізгі қағидалары қауіпсіздік және еңбек қорғанысы жүйесіндегі кемелділікті шыңдау және халықаралық тәжірибе жетістігінен алға шығу. Қоғамда ең маңыздысы жұмысшының денсаулығы мен өмірі екені белгілі. Сол себепті қоғам басшылығы өнеркәсіптегі қауіпсіздік пен оның дамуына үлкен сеніммен қарап, үлесін қоспақ. Назарларыңызға рахмет.